Ассалаумағалейкум ағалар. Бүгін міне Арыс 2023 атты жүзден жүйрік деп аталатын үлкен бас қосу жарысымызға келіп қалдық. Аман есен бүгін біз Тараз қаласының атынан шығатын боламыз. Тараз фишинг 08 деп YouTube және TikTok каналға жазсаңыздар шығамыз алдарыңыздан. Бірінші рет келіп тұрмыз. Табиғат өте керемет, ағысы жаңа түткеннен мына сазанды ұстап алдым. Балапан екен. Кішкене бұл бізге болмайды. Бізге минимальный 8 граммнан жоғары керек. Бізге запрет ұстауға болмайды. Дебірек бар. Үйінде үлгенде чағып қойып ма? Жетісайдан Бексұлтан аға келді де. Үлгендер шақырып жатыр. Ортаға үлгендер сасын деп жатыр деп айтып болып ма? Давай. Жүгір. Мұңның кетті. Қуанып кетті. Тағы келді достар. Достар тағы келді. Қараңыздар. Кет. Штативтің әкелмеген бар. Штативті әкелмеген бар. Достар келді деп па. Сампыл жақты. Кел. Кушатники жақсы солар. Оны біліп. Үлкен түсі болады. Жаңа бала айтып кетсе болады. Хотя ата-аналар шақырып кетсе болады. Адамдар келіп қапты, үлкендер шақырып жатыр. Айтамын. Қарап отырыңыздар. Міндетті түрде YouTube анама тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер достар. Тіркеліп алып колокольчикті басып қойыңыздар. Не айтпесем жақсы видеоларды көре алмай қаласыздар. Текке. Бексұлтан қай уақытта шығарған бұл видеосын көрмеппін деп өкініп жүрдім достар. Ұйымдастырушы тарапынан 4-5 адам жүріп көреміз. Біреулер ойбай болмайды деп қалады. Бауырым інім қоясыз. Сосын қармақты да алып тексереміз жігіттерді. Көреміз бәлінегідей 2 күрчөк, 3 күрчөк дегендер болмайды. Басында не тұр бәлінегідей. Попап болады. Кеше кестік дұрыс па? Попап болады. Бәлінегідей мини бойлы, червяк, кревет дейса онда нәрсе болмайды. Әлеге кеше сіздің сөзіңізді айтайын, бәлінегідей қоғыс бар ғой, көп адам мына жерде қоғысына ұстамайды немесе білмейді. Күрчөк тұмағын жүге салып, масал жақтырып жатыр. Бұның кейін біз оны ұқсақ беріп жатыр. Көп кісілерге. Мысалы мен алысқа айтпай, мен өзімде енді населяющиймін да қоғыс. Соғанда сіз сәл дұрысынан түсіңіздер деп айтып жатырмын сіздерге. Не бар айтатыныз? Судья мәселесі. Қазірше балдарыңыз келіп 3-4 бала келіп, 5-6 бала келіп, бейін ашты, ішіп ап, түнде көріп, мысалы, бала әкеп ұстап, онда не бір нәрселер болады жігіттерде, онда нәрсе болмасын, сразу айтайын. Кім көреді, кім байқалады, ренжімеңіз, сразу ойыннан шығарамыз. Жігіттер былай ғой, біз 2 судьяны дайындаған едік негізінде, болмастан. Сөйтіп олардың біреуі ауырып қалды, біреуі бір мәселесі келе алмайтын болып қалды да. Жаңа өздеріңізбен бірге водитель әкелеміз дегендеріңіз бар еді араларыңызда. Солардан уақытша судья қылсақ, или болмаса до конца судья болса. Бір судьяға 2 судья болатын болса, бізге 2 судья кетіп та, оң команда ары қарай, оң команда бері қарай да, мысалы, біреу ар жағында жүреді, біреу бер жағында жүреді. Ал біткеннен кейін оның сыйақысы бар, 7500 теңгесін береміз. Ал егерде бір судья бәріне үлгерем десе 15 теңгесін асын. Жүгірем болады дейтін болса 15 теңгесін асын бір адам жетеді. Енді мынандай ғой, мына жігіттердің айтып отырған дұрыс та, бәріміз отырақ айтып, яғни азаптан шығып, мауқымызды басайын деп келіп қой.
Бірақ жәніндегі бір-бірін алдап ондай болмас. Жігіт адамға шалбар киіп жүрген адамға әділдік жеңген дұрыс қой Видеоға әрқашанда. көрші енді бір жерде мынау жардан шығарып жатыр біреу балығы шығып кетсе есептеле ме? Таразға тартады ғой. Содан кейін есептеледі. Одан кейін ол есептелген балықтың құйрығы тек кесіп тастайды, болды. Сандапқа салып алып кетуге рұқсат. Аймал забрал берем десеңіздер өздеріңіз. Қанша тоғызыншы қалды 8 грамм, иә? Қанша өзгермейді. Кешке 6-ға. Ал енді кім еді жаңағы машинесін жаңағы қосымша адам алып келген командада? 3 адам болып келген. Бір чемпиондық Бар ма? Бола ма болса бола аламын. Батамнан түсінбейді өзі. Түсінетін Боласың ба бауырым? Мынандай ғой бірақ мешітте азан деген бауырым бауырлар міне Еркебұлан деген бауырымыз төреші болады. Бұл бауырымыз өзі мешітте азан шеген. Алдамайды ол. Иә. Бір төреші Еркебұлан, иә? Еркебұлан бауырымыз. Енді қасына бір төреші болса, доказы ертең. Аллаху акбар 80 грамм деп Енді адам дегеніміз Алланың дегені болады ғой. Екі төрешін бетон қылып дайындап қойған тұғымыз. Біреуі науқастанып қалып, біреуі срочно шаруа шығып қалды да, соның кейін не болады деп. Соның 3 адам болып келген, солай қылайын деп естіген. Енді жаңағы жігітті бір бәле не қылайық, түсіндірейік ол сізге. түсінбейді ғой. Алеке, мысалы мынау бір барып таразда жанындағы екі сектор бір адамнан кіріп куәгер ретінде кіре алады. Балық шығарып жатқанда. А так тишина кезде кіріп, бүйтіп аралап жүрмесін. Өз секторында отырсын. Балық шығарып жатқанда кіруге болады. Бір адам кіруге болады. Оң жақтан, сол жақтан. Өйткені неге ұстап жатыр? Одан кейін жаңа шлаушаның ба замечание болса, ол балық есептелмейді. Және ол команда уже шығарылады. Алдындағысы кетіп кетеді, кейінгісі де Қарап отырады. Аға, бір сұрақ бола ма? Оң жақ, сол жақ, көршің біліп жатса қайта-қайта. Вот түсінбейді, ақырып жатыр. Бұл ағыста болады әбілді. енді мынандай Болмау керек қой. бұл жерге енді жарыс бар ғой. Неде шлака болып қалайсың? Әзірге айналдырмайды, бұл дұрыс сұрақ негізі. Енді ағысын көріп тұрсыздар. Көріп тұр Жарысқа өзі сенімді кісілер келіп тұр деп ойлаймын бәрі да. Бір 50-ді оқа дейін лақтырып жіберіп бір 3 сектор өтуге болмайды. Грузыңыз жеңіл ма, жағаға тастаңыздар. Өйткені бүйтіп өз секторыңыздан аспаңыздар. Бір ескерту беріледі да, екі ескерту қайта-қайта ала берсе, ол нелер шығарылады дейміз де, қалай болады енді бір ауыздан. Шығарылады. Бір айдырма ол тоқтамады ма, арқарай болды, ол тоқтамайды. Бір ескертейік, екі ескертейік. Ал енді қасында соседіне іле берсе, оны шығарылсын. Груз жеңіл болса, лаж болса, ұзақ қақта бермеңіздер. Сәл жағаға лақтырып. Ортасын лақтырған бәрі жағап шығады ол. Иә, сондықтан Ортаға лақтырудың қажеті жоқ бұл жерде. 300 грамм жасаң да ағып кетеді бұл жерде. 20 метр жететін араға. иә, Шардараға бір 120-140-150-ге дейін апарудың жері емес. Где-то бір осы көресіздер ғой енді. Байқайсыздар ғой. Завод бар ма завод? Енді әркім өз секторіне бұйырған сектор түседі, бұйырған сектор. Өздеріңізге жаңағыдай балық алуға, садоктарыңызды балық салуға ыңғайландырып бір лестница істеп алыңыздар, әйтеуір енді әрекет қыласыздар. Не бола ма? Тек есептелетін балық, сазан, амур түсі. Для себя Карп болса карп. Өздеріңіз для себя, мысалы, ол секторлерде балық ауламаңыз. 4 қармақта 4 қармақ салыңыздар. Болды. Ондай басқа не алмайды. Жоқ, ұсақ жоқ қой бұда өзі. Бірден тап кетті. Ассалаумағалейкум. Бүгін 3 маусым. Көксарай Ақсу жағалауы. 20 команда. Тараз, Арыс, Мырзакент, Шымкент, Түркістан, Жетісай, Мырзакент айттым. Сол қалалардан келген қатысушылар бар.
Бүгін біз Тарас фишинг командасының атынан шығамыз. Тарас фишинг 08 ба сізгі? 08 YouTube арнаңызда бар, ә? YouTube арнада бар, TikTok каналда бар, тіркеліп қоямыз, тіркеліп лайк басып. Жалбыздар бар екен, ә? Әр кетсе бір 20-30 метрге тастап отырып, ағыс су. Алпысқа тастауға келмей жатыр. Allahumma salli ve sallim ala nabiyina Muhammed ve rahmet arhamar rahim. Қай команда? Асап бауырымыздың өзінің огородынан жарықтарымыз Асап бауырымыз команда бірге. Асеке. Асеке. Әр команда үшеуден алып кетіп қалар берекесін. Bir adam ет қалдырасыз. Асықпай ала берейік. Бәрі алынғасын да сайын. Команда бойынша бір Ет алып жеп қалдырасыз. Маған екеу ма? Маған сау. Бәдірің бар. Аласам сізді ақтегені арнайы ағамыз. Сала берші. Кеш жарық, ассалаумағалейкум достар, армысыз қазақ елі. Менің бұрынғыдан келіп жатқан сүйікті де сүйкімді оқырмандарым, жаңадан қосылған оқырмандарым, ассалаумағалейкум деп өзі тағы бір амандасып қояйын. Шымкент фишинг арнасы Көксарай ағыс өте қатты. Грузды ауырлатып жатырмыз қазір. Заттарымыз түнде дайындап қойдық. Неғып жатса қайтқа қалып жүретіндер. Макулка мен жүгері ғана қолдануға рұқсат етілген. Креветка червак салуға болмайды. Екі әрден ұстаған сазандар бар есептелмейді. Ерте кеп қойған кейін өзін ләсибе салып бастап отырған. Енді қазір жарыс басылғаннан кейін 800 граммға дейінгі балықтар ғана саналады. Онан жоғарылар саналады. Және 901 грамм балықтар саналады. Ал 700, 750, 600 болса жібереміз. Жел қатты болып жатыр қазір. Жел басталды. Жарты сағатта болып қалды. Оған дейін тып-тыныш, күн ыстық. Қап-қара болып кеттік. Мына қолдарымыз қап-қара, аяқтарымыз қап-қара, түрлеріміз қап-қара. Осылай қойып қойдық.
Командалар өте көп. Барлығы білікті балық қыстаудан маман иелері. Осал адам жоқ. Барлығы мықты. Қазір Серғазы ағамыз қазір бірінші орында. Сол кісі ғана балықсыз басқа ешкімсе жүр. Көреміз, түнде может түнде жақсы оратын шығар. Ассалаумағалейкум. Бүгін міне бірінші күніміздің кеші болып жатыр. Осындай. Пока ірі балық түскен жоқ. Тек ұсақ балықтар. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін жарысымыздың екінші күні 4.04.06.2023. Түркістандық ағаларымыз таңғы асқа шақырып жатыр. Келіңдер, қонағым болыңдар, Көксарайға қош келдіңдер деп жатыр. Емрат ағамыз жаттырып дайындап қойды. Кім ойлаған? Балыққа кеп ет жейді кім ойлаған? Біз бигбон алып кетсек. Неғылсын бигбон? Алдына еттен жейді. Ассалаумағалейкум. 4 маусым 2023 жыл. Кезекті балықты сайыстамыз. Еттеңді алыңыздар, ауыз теңіздер. Қазақ бұзы ғой, ет жемейтін қазақ бола ма екен? Сүйсе мен қармағым тартып жатыр екен. Кетті. Бигфиш. О, мына бүгін жарыстамыз. Құдай қаласа Көксарайда. Міне Доспол бауырымыздың ұстаған балық. 4 кило 800, 4 кило. Там былай қарап тұр. На бетке тұрышта бір адам бір көлеңке күн не қылдан. Жарықтық. 4 кило 800 Доспол. Камераны красавчик. Суретке түсіріп жатыр. Группаға жібересің асың сөйтіп. Арыстың жігіттері ұйымдастырған екен. Біріншіден рахмет айтамыз. Өссін. Бала шағалардың қызығын көрсін, рәтін көрсін. Ол да ұйымдастыруды оңай тірлік емес. Қанша жүгіреді, қанша қалай болады, қанша адам жүреді деген сияқты. Кім қатысады деген сияқты. Соның бәрі ойдағы аттарды кешегі тамағын беріп, құран оқытты. Сол бір жағынан. Ол бәрі әр уақытқа бірінші құран оқытқан дұрыс қой. Бәріміз сол әр уақытта ертең баратын жеріміз сояқ. Біреу ерте, біреу кеш дегенде кәсіпке ертең барамыз ғой бәріміз. Енді мынау жігіттерге рахмет айтайық. Алла разы болсын. Алдарың қызықшылығыңдар, үбірлі-шүбірлі болыңдар. Осындай жарыстарды ұйымдастырып тұрыңдар енді. Мына қалған жігіттер де осындай ұйымдастырып, ұйымшыл бір семьяның баласындай өніп өсіп жүре берейік. Қызықшылық, қызыққа бата берейік. Осындай. Ал жақсылық болсын, ел тыныштық, бейбітшілік болсын. Аман болайық. Көшеде соқалап кетеді. Кезекті марафат несіне берейік? Ал енді марафатқа берейік. Енді 2 күн жүрдік. Сабыр, барлықтарыңызға рахмет. Ал енді алға ұмтылып шыққан бізде Түркістанның командасы Актив Фишинг деген бар. 4 кило 800 бет, бірінші орын Бигфиш енді алып тұр. Бәрекелді. Құтты болсын ба? Диплом сіздерге. Сіздің медаліңіз. Сізге медаль. Бірінші орындыкі. Бәрекелді. Бауырымыз Бигфиш шығар. Бигфиштің өзі марапаты. Сен қарманға түсіп бауырым? Суретке түсіңдер енді. Ал. Бірінші орын и Бигфиш болады. Арғы өзің жай астар. Сейсепа. Сәлем бөлдіңіз. Кет командар әй. Сөріп қалыңыз, сөріп. Өзің асмалар түсіруін де күліп лақтырасың. Бәрекелді. Құтты болсын. Ал, түсір жеңіздер. Жасқа түсір жеш бауырлар. Ал, команда бір жерге тұрсаңдар. Ортаға ма? Бәрекелді.
Арыстың жігіттері өте сыйлы жігіттер жолда Маған бүйтіп айтты. Таразға келген Райымбек ұрды. Арыс өздерің ақ баласыңдар ма деді. Ұят емес па деді. Бірден ручник тарттық қой. Дұрыс па? Айтшы деге. Мен бардым ғой сол. Барғанда айтты. Арыс өздерің беріп, өздерің бірінші орынмен Бекешті ақ баласыңдар ма? Ұят емес па деді. Алдық, ручник тарттық қой. Сразу жүгерін алып салдыңыз. екінші орын. Осы Түркістан облысында әйгілі серфишинг деген білесіздер ғой. Серғазы ағамыз құтты болсын. Бірге командада біргеміз. Екінші орын ба? Бәрекелді. Күміс қой я сонда я? Неше, салмақ неше болған? Екеуіміз ексетте тұра берейік та болды. Давай. Ал қазір екі фото істеп жеріңіздер. Салмақ бұл кісінікі. Қараймыз, сәке. 3 кило 260 болған. Бәрекелді. Азеге, сап сөз. Жоқ. Қызымыз бар. Ақшам бердіңіз. Ал енді Түркістан облысына әйгілі болыстан 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын 3-ші орын алған енді. Жоқ, 2 жыл бұрын 2 алды. 1 жыл бұрын 3 алды. Енді биыл тағы да 3 алады айтты. Чемпион. Екінің бермейді. Арыс фишинг. Аршик, мен білдім ғой сен үшінші Бірді аласын берең видеода болды. Келесі болады сен. Ал, барекет түсіңіздер. Конвертін беріңдер. Бәрің болса беріңдер. Құтты болсын бауырлар. Ал анау 4-ші орын, 5-ші орын. 4-ші орыннан бізде Вишинг Түркістан 2 кило 195. Көкем. Кесей. Өзің алып Кесей дейді, айналай көкем ай. Горело чисто. Бекешткіні алыңдар. Жақсы. Құтты болсын көке. 5-ші орын. 5-ші орын Арыс 90-дар. Салмағын айт, салмаға 5-ші орын салмаға 2 кило 140. Сосын ау Конвертмен берсей. Горело чисто. Мынаны жәке түсіріп аласыздар ғой, ана кейінше ананы. Қалай есеп жүргенін күмән болып қалмасын. Болды ғой. Так, 6-ші орында Анық болып тұр ғой. Көксарай Фишинг. Бәрекелді. 1 кило 820. Бәрекелді. Одан кейін 7-7. 7-ші орынға Бикфиш 17 тіккен. 7-ші орынға Бикфиш 17 тіккен 1 кило 780. Түркістан Карфишинг 1. Әлеке. Бір бал. Жоқ, ол негіз ниет етіп қойған. Ниет етім алла разы болсын дедік. Ол 15 мың деп атыр еді өткенде. Көді дұрыс естімей қаншасың сендер де қыз. Қамаңдар беріңдер онда. 7-ге жақсы кетін ол деп қойсаңшы. 7-ге қайда жақсы нәрсе ол жақсы қамы. Арыстан қайтып баратырмыз. Бақырша дейтін ауыл екен. Осындай бір әдемі ауылдармен кетіп баратырмыз. Пойыз жолы бар. Шөптер кетіп баратыр.